сабақта біз Canva приложениесі арқылы конверт жасауды үйренеміз. Canvaға кіріп, мобильный видео деген версияны таңдаймыз. Яғни форматты таңдаймыз. Создать пустой басамыз. Элементтерді басып, поисктен квадрат деп іздейміз. Квадрат. Фото деп басайық. Мына түсінен таңдайық. Кез келген түсті өздеріңіздің қалауларыңыз келсе таңдап аласыздар. Және мынаны былай қарай созамыз. Созып осылайынан ұшына келтіреміз. Конверттің бір жағын жасаймыз. Енді мына плюсті басып, мына екінші жаққа қарай көшіріп аламыз. Мына осылай түсірдік. Енді мынаның үстінен басып, тағы плюсті басып, мынаның осылай конверттің мына бөлшегін жасаймыз. Енді тағы да осылай плюсті басып, мына жағын жасаймыз. Енді бұларға эффекті береміз. Бұлай үстінен басып, эффектін басып, мына эффектін басамыз да, тени дейміз, и подсветканы басамыз. Және мыналардың барлығын осылай үстінен басып, эффектіге барып, тени, подсветка. Және мынаны да басамыз, бұған да подсветка береміз. Мынаны да басып, бұған да подсветка береміз. Мына дорожканың үстін басып, дублировать етеміз. Яғни екінші бетке көшіріледі. Сөйтіп, мыналардың барлығын, алғашқы үш бөлшектерін барлығын алып тастаймыз. Осылай алып тастаймыз. Енді мына бірінші бетке барып, мынаны алып тастаймыз. Сөйтіп, мыналардың барлығын элементтерге барып, марка, мына конверт деп іздейміз. Мына. Немесе бұл жерге басқа да элементтерді қоюға болады. Гүл қоюға болады, тағы да басқа бір әдемілерді қойып қоюға болады. Енді бұлардың барлығын біз группировать етеміз. Үстінен басып, үш нүктені басамыз. Выбрать несколько дегенде деп басамыз да, мыналардың барлығын осылай басып шығамыз үстінен. Сонда біз 4 элементті таңдап, қазір барлығын біріктіреміз, группировать етеміз. Енді осы жасағандарымыздың барлығын жүктеп алайық, скачать. Жерде тип файла дегенде форматты таңдаймыз, PNG форматты таңдаймыз. Размерді осылай соңына дейін апарып қоямыз. Прозрачный фон дегенге галочка қойып скачать етеміз.